Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы амоним дегеніміз не? Сабақтың мақсаты амоним сөздерді ажыратамын және сөйлеуде қолданамын. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастырамын. 14-ші жаттығуға назар аударайық. Мәтінді түсініп оқы. Балалар шу ете қалды. Таза жеңіс, жарайсың Ертай. Бәрі Ертайды қаумалап құттықтап жатыр. Алпамыспен ешкімнің жұмысы жоқ. Күресті қызықтап қыздар да тұр екен. Ұят-ай, деп ойлады Алпамыс. Қыздардың көзінше жеңіліп қалғанымды қарашы. Сол оқиғадан бері Алпамыс күн сайын жаттығатын болды. Ертаймен қайта күресуге мықтап дайындалып жүр. Қазірдің өзінде Алпамыстың бұлшықеттері білеуленіп, денесі ширығып қалды. Алпамыс намысқой бала. Болашақта ел мақтайтын жігіт болатын түрі бар. Мәтін мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қойыңдар және жауап беріңдер. Мәтінге ат қой. Мәтінге намысқой бала деген атау береміз, ал оған мынандай сұрақтар қоюға болады. Алпамыс кіммен күресті? Кім жеңіске жетті? Жеңілген Алпамыс қандай әрекетке көшті? Алпамыс қандай бала? Осы сұрақтарға жауап береміз, Ал бұл сұрақтардың жауабы бізде мәтінде бар. Мәтінді оқу арқылы сұрақтарға жауап берсек болады. 15-ші жаттығу. Түс сөзінің әр мағынасына сөйлем құрап жаз. Түс әртүрлі бояу, екінші түс іс-қимыл атауы. Енді осыған сөйлем құрап көрейік. Айару әртүрлі түсті карандаштарды қолданып тамаша сурет салды. Біз бұл жерде бояуға байланысты құрап тұрмыз, ал енді іс-қимылға байланысты құрап көрейік. Мейірім Назарбаев мектебіне оқуға түсті. Бұл жерде іс-қимыл атауын білдіріп тұр, Дыбысталуы бірдей, білдіретін мағыналар әр басқа сөздер амоним сөздер деп аталады. Мысалы, алма, жеміс, алма, қимыл атауы. Сен оны алма. 16-ші жаттығу. Сөздердің мағынасын түсіндір. Олардың әрқайсысына екі түрлі мағынаны білдіретіндей сөйлемдер құра. Бас, өкпе, ат, жүз деген сөздер берілген екен, Ардақ бүгін басын жарақаттап алды. Бұл жері дене мүшесіне байланысты болып тұр, Дәрия ойнап жүріп, лай суды аяғымен басты. Ал енді бұл жерде іс-қимыл атауын білдіріп тұр. Інімнің өкпесіне суық тиіп, ауруханаға жатып қалды. Бұл жерде өкпе деген дене мүшесі, дененің бір ағзасы, Мен достарыма қатты өкпеледім. Бұл жерде іс-әрекетті білдіріп тұр. Менің апайымның аты Сәуле. Бұл жерде апайының есімінің атын білдіріп тұр, есім мағынасын беріп тұр. Біз кеше отбасымызбен атпен серуендеуге бардық. Бұл жерде ат деп жануар атауын білдіріп тұр. Ауылда менің атамның 100 жылқысы бар. 100 деп бұл жерде сан есім болып тұр, сандық атауды білдіріп тұр. Кеше қалалық жүзуден жарыс болды. Бұл жерде жүзу, спорттық атауды білдіріп тұрғанын көріп тұрмыз. 17-ші жаттығу. Көркем жазып, қарымен жазылған сөздердің мағынасын түсіндір. Дүкеннен біз іздедік, біз. Бұл жерде біз бірнеше адамды білдіріп тұр, көпше мағынаны білдіріп тұрғанын көруге болады. Екінші біз деп етік тігетін құралды айтып тұр. Шығармашылық үзіліс. 18-ші жаттығуға назар аударайық. Ойлан, тап. Мұз айдында 7 бала, асыр сап жүр сырғанап, сырғанама 2 бала, жағалауда тұр қара. Енді осы бар баланың санын айтсаң, жарадың. Енді мұз айдында қанша бала сырғанап жүргенін қарап көреке. Мұз айдында 7 бала сырғанап жүр екен, сырғанама 2 бала тұр. Сонда бас аяғы 9 бала болады. Қарамен жазылған сөздің амонимін тап. Қара деген сөз. Бұл қаратпа мағынада қолданылады, сондай-ақ түс атауын береді. Құрметті оқушылар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз өз мәресіне жетті. Егер сіздерге сабақ ұнаған болса, міндетті түрде арнама жазылып кетуді ұмытпаңыздар, және де лайк басып, төменге пікір қалдыра кетіңіздер. Келесі сабақта жолыққанша аман сау болыңыздар.